Анаконда Оңтүстік Америкада мекендейтін ең үлкен жыландардың бірі. Олардың денесі жуан, бұлшық еттері күшті және терісі жылтыр. Анаконда суда жақсы жүзеді және сүңгиді. Олардың көзі мен танау тесіктері басының үстінде орналасқан. Бұл оларға су астында жасырынып, жемтігін аңдуға мүмкіндік береді. Анакондалардың түсі әдетте жасыл қоңыр болып келеді және қара дақтары бар. Анакондалар улы емес, бірақ олардың өте күшті бұлшық еттері бар. Олар жемтігін орап, қысып өлтіреді. Анакондалар әдетте жалғыз жүреді және тек жұптасу кезінде ғана бір-бірімен кездеседі. Анакондалар Оңтүстік Американың тропикалық аймақтарында кездеседі. Олар Амазонка өзенінің бассейнінде, Ориноко өзенінде және басқа да өзендер мен көлдерде тұрады. Анакондалар су жағасындағы ормандарда, батпақтарда және жайылма алқаптарда кездеседі. Олар суда өмір сүруге бейімделген. Анакондалар суыққа төзімсіз және күн көзінде қызып кетуден сақтану үшін суға жиі түсіп тұрады. Анакондалар ірі жануарлармен, соның ішінде каймандармен, капибаралармен, жабайы шошқалармен және тіпті игуарлармен қоректенеді. Олар адамдарға сирек шабуыл жасайды. Бірақ, адамдар анакондаларға жақындағанда, немесе олардың тыныштығын бұзғанда қауіп төндіруі мүмкін. Егер сіз анаконда мекендейтін аймақта болсаңыз, абай болыңыз. Суға жалғыз түспеңіз және анакондалардың болуы мүмкін жерлерге бармаңыз. Анакондалар түнде белсенді жыртқыштар. Олар күндіз су астында немесе жағадағы өсімдіктердің арасында жасырынып өткізеді. Түнде олар аң аулауға шығады. Анакондалар өз жемтігін аңдып, оны тез шабуылмен басып алады. Олар жемтігін орап, тыныс алуын тоқтатып өлтіреді. Анакондалар үлкен жемтігін бірнеше апта бойы қорытып, содан кейін бірнеше ай бойы тамақсыз өмір сүре алады. Ежелгі уақытта Оңтүстік Американың байырғы тұрғындары арасында анакондалар туралы көптеген аңыздар мен мифтер болған. Кейбір тайпалар анакондаларды қасиетті жануарлар деп санап, оларға табынған. Басқалары оларды қауіпті жыртқыштар деп санап, олардан қорқып өмір сүрген. Алғашқы еуропалық зерттеушілер анакондаларды 16 ғасырда кездестірді. Олардың үлкен мөлшері мен күші еуропалықтарды таң қалдырды, және олар туралы көптеген аңыздар мен әңгімелер айтыла бастады. Анаконда әлемдегі ең ауыр жыландардың бірі. Олардың салмағы 250 килограммға дейін жетуі мүмкін. Сонымен қатар, анакондалар әлемдегі ең ұзын жыландардың бірі болып табылады. Олардың ұзындығы 10 метрге дейін жетуі мүмкін. Анакондалар жалғыз тіршілік ететін жануарлар. Олар тек жұптасу кезеңінде ғана бір-бірімен кездеседі. Анакондалар тірідей туатын жануарлар. Олар бір уақытта 40-қа дейін жылан баласын туа алады. Қазіргі уақытта анакондалардың саны азайып бара жатыр. Оған себеп ормандардың кесілуі, су айдындарының ластануы және адамдардың жыландарды аулауы. Анакондаларды қорғау үшін біз олардың мекендейтін жерлерін сақтап, ластануды азайтуымыз керек. Сонымен қатар, адамдарды анакондалар туралы көбірек біліп, оларды құрметтеуге үйретуіміз қажет. Анакондаларды қорғау үшін біз бірнеше нәрсе жасай аламыз. Біріншіден, ормандарды кесуді тоқтату керек. Ормандар анакондалардың тіршілік ету ортасы болып табылады. Екіншіден, су айдындарын ластауды тоқтату керек. Ластанған су анакондалардың денсаулығына зиян келтіреді. Үшіншіден, анакондаларды аулауды тоқтату керек. Анакондалардың терісі мен еті үшін ауланады. Анаконда табиғаттың керемет жаратылыстарының бірі. Олар Оңтүстік Американың тропикалық ормандарының маңызды бөлігі. Біз анакондаларды қорғау үшін бар күшімізді салуымыз керек. Оларсыз біздің планетамыз кедей болады.